қайдарақ керек саған? Апам тарағы керек, тарағы. Мен оның сұратасымен салам. Мұсырға дейді ғой. Әне, мә, ала ғой. Ала ғой. Шайнектің шайы ішіңе жақпай жүр ме? Шайнекпен шай ішпейді, шайнекпен стелке су жылытады. Не дейді? Оны сен қайдан білесің? Білем, апам айтқан. Сыртқа су жылытып шықпаған адам харам болады. Рахмет менің кіші. Екеуміз бір интернатта өстік, ол менен 4 класс кейін оқыды. Бір интернаттың қара нанын жедік. Осыдан 10 жыл бұрын Дидахмет қайтыс болып кетті, 65 жасында. Мен бұл жерде Дидахметтің өзінің ағайындарына, туыстарына деген қамқорлығына тоқталайын деп отырмын. Өзі кішкентай, сары бала Дидахмет. Шырпыр болып, әбір артынан ерген, әйгерім деген есімде қатты, қарындасы барлар. Бірінші оқитын, екінші оқитын, үшінші оқитын, Нәсімханның балалары түгел интернатта тұрды. Түгел солдардың төңірегінде шырпыр болып жүреді. Ең алғаш сол жазушылардан Дидахмет ағаны, Оралхан ағаны, Кәрімбек Сегізбай, Қалихан ағалар, бәрі сол жазушылардың бәрі сол жерде көріп танысқан. Папамыз енді отбасында қатты қатал да болған жоқ, қатты жұмсақ та болған жоқ. Алтын орта дейді ғой, золотая середина. Сондай кісі болды. Қай жерде жаңағыдай үлкен шара болады, сол жерге ертіп жүреді ғой. Жанын тастамайды ғой, бірге отырғызады ғой. Үйге дастарханда жаңағы достарына дастархан жайған кезде дастарханға отырғызып, үлкен кісілердің әңгімесін тыңдап,